Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде отырып көлік құралына салықты есептейтін боламыз. Ол үшін браузерге ККД деп жазамыз. ККД дегеніміз Комитет государственных доходов. Енді бірінші тұрғанға басамыз. Міне бізде Комитет государственных доходовтың ресми интернет ресурсы ашылды. Сайтта өздеріңізге ыңғайлы тілді таңдап алсаңыздар болады, қазақша, орысша немесе ағылшын тілінде. Енді төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түскен кезде көлік құралына салықты есептеу деп тұрады электрондық сервисте, соны таңдаймыз. Міне бізде көлік құралдар салығы бойынша есеп қисабы ашылды. Салықты есептеу жылын 2022 жылды таңдаймыз. Есептеу жылындағы айлар саны, сіз көлікті 12 ай болса айдап жүргеніңізге 12 ай деп белгілейсіз, яғни ол 1 жыл. Бірден 12 айға дейін белгілеуге болады. Салық салу объектісінің түрі бізде жеңіл автомобиль. Бұл жерде басқа да түрлері бар. Және де қозғалтқыш көлемі бізде 1/8 объем, яғни 1800 деп жазамыз. Жалпы салық сомасы 11289 теңге шықты. Көлік салығы бойынша қанша төлеу керек екендігін осылай білсеңіздер болады.